рахмет. Жолаушылардың назарына, егер де сіздерге қазір қауіп төніп тұрса, олай болса, қазір мына қыз сіздерге қалай көмектесу керектігін түсіндіреді. Біздің жәшіктерді ашу үшін үлкен күш керек, сондықтан оны үлкен адамдар ғана аша алады, ал кішкентай балалар аша алмайды. Сіздер қорықпау үшін ауызға дем алатын демалғышты салу керек, ол үшін оң қолдарыңызды кигіңіз керек. Ал егер мені тартсаңыздар, олай болса сіздер суға батпайтын боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздер мына қызды жақсы тыңдадыңыздар деп ойлаймын. Ал ендеше қауіпсіздік ережесін